زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقولنا الله قومين Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама өмір баянын Хафиз ибн Хаджар, Хафиз ан-Науауи рахматуллахи алейхи сол кісінің кітабынан Тәзибу ал-Асмаи уал-Луғат кітабынан жалғастырудамыз. Бүгінгі келген бабымыз, сол алдыңғы сабақта бастаған бабымыз, ол Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама муъжизаттары, яғни кереметтері. Және де муъжиза мен кереметтің айырмашылығын алдыңғы сабақта айтып кеттік. Ал бүгінгі муъжизалары, кереметтері Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама кейбір болашақта болатын ғайби нәрселерді Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама қалай хабарласа, дәл сол нәрселер Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама айтқанындай болуы. Хафиз ан-Науауи айтады: "Ва ихбаруху би масари'i ал-мушрикина йаума бадрин", яғни Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама кереметтерінен Бадр соғысындағы кейбір мушриктердің қайда өлетінін және қалай өлетінін Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама айтып берді деп тұр. Қалайша хаза масрау фуланин ва хаза масрау фуланин деп, бұл жерде пәленше өледі, бұл жерде түгенше өледі деп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Және дәл солай сахабалар айтады, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама қалайша көрсетті, дәл сол жерде пәленше шынымен де қайтыс болды, дәл мына жерде түгенше қайтыс болды деп сахабалар айтады. Және де бұл хадисті имам Муслим Анастан жеткізген бізге. Және де тағы да кереметтерінен ихбаруху би қатлихи Убай ибн Халаф, яғни Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама Убай ибн Халаф деген кісінің өлімі туралы айтты. Және де дәл сол Пайғамбар Мұхаммад қалайша айтты, солай болды. وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر وأن حرام منهم. және де Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама айтқандай, кейбір оның үмбетінің, яғни оның үмбеті болашақта теңізде соғысқа шығады, және де солардың арасында Харам деген Анастың апасы болады деп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның өлімінен кейін шынымен де Муауияның әскері суда, яғни теңізде соғысқа шығып, сол кемеде Харам болып, сол соғыста қайтыс болады, радияллаху анха. Ва би аннаху юфтаху аля умматихи ма зуя лаху мин машарикил арди ва магорибиха. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама бір хадисінде айтады: "Менің үмбетім бұл әлемді батысынан бастап шығысына дейін жаулап алады, сол жерлерді жаулап алады" деп айтты. Және де бұл нәрсе ақиқатында болды. Яғни қарайтын болсақ, сахабалардың, табииндердің соғыстарын қарайтын болсақ, шынымен батыс пен шығысқа, яғни батыс пен шығыстың арасын жаулаған ислами халифаттар осылайша таралған. Яғни батыста Андалусиядан бітеді, яғни Испаниямен және де Парижге дейін жеткен негізінде ислами халифаттары, ал шығыста Қытайдың жерлеріне дейін жеткен. Бірақ та мысалы солтүстік оңтүстікке қатты таралмаған. Яғни ортада батыс пен шығыстың арасын жаулаған Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам қалайша бізге айтты, дәл солаймен ислами халифат дамыды. Және де басқа хадистерде Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама Кисраның алтындары Аллахтың жолында садақа қылып таратылады деп айтты. Және де бұл нәрсе расында сол мұсылмандар парсыларды жаулап алғаннан кейін дәл солай болды. Және де Хафиз ан-Науауи айтады: "Ва би аннаху яхуфу аля умматихи ма юфтаху алейхи мин захрати дуния". Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Мен үмбетіме қорқатын нәрселердің бірі оларға дүниенің ашылуы". Расында дәл солай болды. Мұсылмандар байлықпен, жаңағыдай рахат өмір болып, сол олардың көбін діннен тосқауыл болды сол нәрселер. Расында Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам қорыққан нәрсе расында болды. Ва би анна хазаина Фарис ва Рум туфтаху лана ва би анна Сурақа ибн Малик юсаввару би сиварай Кисра. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам бір хадис айтады: парсылар мен Рим империясының алтындары мұсылман үмбетіне ашылады деді. Және де Сурақа ибн Малик деген
түйе бағып жүрген сахаба Кисраның, яғни парсылардың патшасының екі білезігін қолына киеді деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты, және де бұл нәрсе расында Омардың халифатында болды. Басқа хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты: Аль-Хасан ибн Али юслихуллаху бихи байна фиатайни азиматайни минал муслимин деп айтты. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты: менің немерем Хасан ибн Али радиаллаху анхума, бұның себебімен Аллах субхану ва тағала мұсылмандардың екі ұлы әскерін біріктіреді және де ынтымақтық тудырады солардың арасында деп айтты. Расында ол солай болды. Али мен Муауияның арасындағы соғысты және де солардың әскерлерін біріктірген Алидің баласы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам немересі Хасан ибн Али біріктіреді және оларды бейбітшілікке шақырады. Себебі Али радиаллаху анху қайтыс болғаннан кейін билік Хасан ибн Алиге көшеді де Хасан бір-екі күннен кейін билікті Муауияға беріп жібереді. Не үшін? Мұсылмандардың арасында соғыс жалғаспау үшін және де екі соғысып жатқан әскерлерді біріктіру үшін. وبأن سعد بن أبي وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Саад ибн Аби Ваққасқа нақыл деп айтқан: сен әлі ұзақ өмір сүресің, соншалықты ұзақ өмір сүресің, кейбір адамдар сенен пайда алады да, кейбір адамдар болса сенен зиян көреді деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты. Расында бұны айтқан кезде Саад ибн Аби Ваққас қатты ауырды. Ауырғаны соншалық, осы аурудан өлемін деп ойлағанда пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама өсиеті туралы сұраған. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама оған өсиеті туралы айтып, содан кейін айтты: сен әлі өмір сүресің деді. Осы аурумен өлмейсің деп айтты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама. Соншалықты өмірді көп сүресің, сенің себебіңмен кейбір адамдар пайда алады, кейбір адамдар зиян көреді деп айтты. Расында Саад ибн Аби Ваққас Иракты ашады және де басқа жерлерді ашады, яғни ашады. Сол жердің адамдары одан көп пайда алады, кейбір адамдар зиян көреді Саад ибн Аби Ваққастан. Хафиз ан-Науи жалғастырып айтады: «Бианна Наджашия мата яумакум хаза ва хуа бил Хабаша, ва бианна ал-Асвад ал-Ансия қутила лейлатакум хазихи ва хуа бил Яман». Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кейбір хадистерде айтады: Наджаши деген Хабашаның, яғни қазіргі Эфиопия жеріндегі патша, сол адамдардың патшасы ислам қабылдайды. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол кісінің өлімін Мединада отырып айтады: Наджаши бүгін қайтыс болды деп. Ал Наджаши болатын болса қайда? Эфиопияда, Хабашада. Шынымен бір апта немесе 10 күннен кейін хабар келеді: Наджаши қайтыс болды деп. Және дәл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқан күні қайтыс болған екен. Дәл сол сияқты Асвад ал-Анси деген кісі Йеменде болған кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: бұл түні Асвад ал-Анси қайтыс болды деп айтады. Расында бірнеше күннен кейін сондай хабар келеді: сол уақытта Асвад ал-Анси Йеменде қайтыс болды деп. Осы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кереметтері. Тағы да бір кереметтерінен айтады: «Би аннал муслимина юқатилуна турк, сигар ал-а'юни, ирад ал-вужухи, зульф ал-унуфи». Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: мұсылмандар түріктермен, яғни түркілермен соғысады деп. Түріктермен емес, қазіргі түріктер емес, түркілермен соғысады деп айтады. Және де түркілерді сипаттаған кезде пайғамбар Мұхаммад қалай сипаттайды? Сигар ал-а'юн, көздері қысқа, ирадул вужух, беттері жалпақ, зульфул унуф дейді. Және де мұрындары ұзын болмағанымен кең деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Расында бұл соғыстар болды, яғни түріктермен. Османның халифатында болды, Омардың халифатының соңында, Османның халифатында, және де ең үлкен мұсылмандармен сол түркі тілдес тайпалардың соғысы бұл моңғол шапқыншылығы кезінде, моңғолдар Бағдадты жаулаған кезде. Яғни осы жерден біз нені білеміз? Шарғи тексттарда егерде түркі деп келетін болса, немесе ислами тарихи кітабында түркі деген сөзді кездестіретін болсақ, бұлар сол баяғы негізінде Қазақстан жерінде және орталық Азия, сол Мауара Нахр елдерінде өмір сүрген түркілерді меңзеледі. Қазіргі кездегі Турция емес.
және де айтады және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи кейбір хадисте сендер Йеменді ашасыңдар деп айтқан, Иракты ашасыңдар, Шамды ашасыңдар деп айтқан. Расында бұл осылай болды. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи мұсылмандардың әскерлер үшке бөлінеді деп айтады. Бір әскері Йеменді қарайтын болады, бір әскері Шамды, бір әскері Иракты қарайтын болады деп айтқан. Және де ол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи айтқандай болды сол Умардың халифатында, Усманның және де Алидің халифаты кезінде. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи айтты: "Антум тафтахуна Мисра" дейді. Сендер Мысырды ашасыңдар деп айтқан, Египетті. "Ардан юзкару фиха ал-қират" дейді. Яғни сондай жер. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи яғни бұл кереметтердің бірі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи бұл түркілерді көрмеген, бірақ түркілердің сипаттарын дәлме-дәл сипаттап берген. Яғни көздері қысық көзді, жаңағындай жалпақ бетті, және де ұзын емес, қысқа мұрын, бірақ кең мұрындар. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ешқашан түркілерді көрмеген, бірақ дәлме-дәл дұрыс сипатын берді. Және де Мысырда да осы айтады. Мысырда айтқан кезде бұл жерде қирот деген ақша бар дейді. Қирот бұл бір алтыннан жасалған ақша, динардың 1/10 бөлігінің жартысы. Яғни сол ақшаны айтты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, көрмесе де бұл Мысырдың ақшасын. Бірақ та сендер ашқан кезде пайғамбар айтады, сендер Мысырда ашқан кезде не деп айтады? "Фастаусу би ахлиха хайран фа инна лахум зимматан ва рахима" деп айтады. Бірақ та Мысырда ашқан кезде Мысырдың адамдарына жақсылық жасаңдар деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Себебі сендер оларды ашқан кезде олар сендермен келісімдерге отырады, және де бұлармен біздің арамызда туыстық қарым-қатынас бар деп айтады. Алдыңғы сабақта айтқандай пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам қайын жұрттары Мысырдан болған. Марияның қайын жұрттары Мысырдан болған. Және де біз айтқандай пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам туыстық қарым-қатынастарын соншалықты жаңағындай қатты және бағалайтын болған. Сол жақтағы Мысырдың адамдарын түгелін өзінің несі деп айтқан, қайын жұрты деп айтқан, және де солармен бірге жақсы мәміле қылыңдар деп сахабаларына өсиет еткен. Арғара айтады: "Хафиз ан-Науауи ва би анна Уайсан ал-Қарния яқдаму алейхим фи амдади ахли al-Yaman. Кана бихи барасун фабурия минху илля қадра дирхам. Фақадима казалика аля Умар." Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, Уайс ал-Қарни деген табиғи болады. Сол сендерге келеді, Йеменнің әскерімен бірге келеді деп айтады. Йеменнен келген мұсылмандардың әскерімен бірге сізге Уайс ал-Қарни деген кісі келеді деп. Және де бұл кісі жандай алапес аурумен, яғни тері ауруымен ауырған, бірақ та одан емделген. Қалай емделген? Анасына жақсылық жасап емделген. Анасына жақсылық жасап, және де Аллахтан сол себебімен дұға қылғандықтан Алла субханала тағала бұл кісіге ем береді. Тек денесінде бір дирхамның мөлшеріндей сол ауру қалып қояды деп айтқан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Және де шынымен Умардың кезінде Уайс ал-Қарни Йеменнің әскерімен бірге сол кісі келеді. Пайғамбар Мұхаммад өміріне көрмеген кісі Умардың кезінде келеді, және де сипаты дәлме-дәл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам қалай сипаттан болса сондай болады. Яғни бұл керемет болмаса басқасын мен білмеймін. Яғни бұл бәрі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам кереметтігі және оның кереметтері және оның шыншылдығына дәлелдер. Сондықтан біздер алдыңғы сабақта айтқандай бұл туралы ғалымдар жеке кітаптар жазған. Далаилун нубуа деген, яғни пайғамбарлықтың дәлелдері, пайғамбарлықтың белгілері. Яғни бұл кітаптарда бұлар пайғамбарлардың, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам шыншылдығына анық айқын осындай дәлелдерін түгелін хадистермен, иснадтармен келтірген. Яғни Байхақи сияқты ғалымдар, сосын Абу Шейх ал-Асбахани және басқалар осы тақырыпта жазған. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, яғни Хафиз ан-Науауи айтады: "Би анна таифатан мин умматихи аля ал-хақ, ай ла тазалу аля ал-хақи, ва би анна ан-наса яксуруна, ва би анна ал-ансара яқиллун,
Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама кейбір хадистерде осы үмбетте, мұсылман үмбетінде бір тайпа адамдар ақиқатта қалады деп айтады, қиямет күніне дейін. Және де ол расында солай. Қанша уақыт өтті, 15 ғасыр өтті, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама шыққаннан бастап, әрдайым ислам үмбетінде қанша секталар шықпасын, қанша адасқан тайпалар, топтар шықпасын, бұл үмбетте ақиқатты ұстанып, Құран мен сүннетті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалары түсінгендей адамдарға жеткізіп отыратын тайпа әрдайым қалады қиямет күніне дейін, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама айтқандай. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады, Мединада адамдар көбейеді, ансарлар азаяды деп айтады. Ол да болды. Және де ансарлар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін зұлымдық көреді деп айтады. Яғни олар ақты болған нәрселерді олардан тартып алады, яғни басшылар. Және де ол дәл солай болған, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқандай болған. Бірақ пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол кезде сендер сабыр қылыңдар, сендердің арқаларың ұрылсын, сендердің мал мүліктерің тартып алынсын, басшыға сабыр қылыңдар деп айтқан сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына, ансарларға. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бізге айтады, адамдар сонша терең керек емес сұрақтармен айналысып, ақыр соңында бұл жерді Аллах тағала жаратқан болатын болса, Аллахты кім жаратты деген сұраққа дейін жетеді деп айтқан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Расында бұл солай болған. Философия ілімі зерттеліп, адамдар керек емес нәрселерге мұрындарын тығып, керек емес нәрселермен айналысып, ақыр соңында осы сұраққа келген. Бірақ бұл сұрақтың конструкциясының өзі дұрыс емес. Бұл сұрақтың алдыңғы басы аяғын жоққа шығарады. Себебі олар не дейді? Жарайды, Аллах бүкіл жерді жаратқан болатын болса, онда Аллахты кім жаратты? Яғни бұл сұрақтың өзі дұрыс емес сұрақ. Себебі сендер егерде Аллахты бүкіл нәрсені жаратушы екенін мойындап тұрсаңдар, онда екінші сұрақ пайдасы жоқ. Себебі расында ол жаралмаған Алла субхана ва тағала. Баракаллаху фикум. Бірақ адамдар соншалықты өздерінің пікірлерінде жаңағындай философия қатты терең кіріп, көптеген керек емес сұрақтармен айналысып, осындай жерге дейін келеді. Яғни бұның бәрін софистика деп айтады. Софистика. Яғни бұлар біз жаңағындай ақиқат бір нәрсені адамды жаңылдыру үшін, яғни қалай айтсақ, орысша запутать деп айтады. Яғни адамдарды сол несе үшін, ақиқаттан тосу үшін, бұлар не ақиқат пен жалғандықты араластырып, осылай адамдарға сұрақтар жібереді, софистер. Және осы сұрақ соның ең үлкен мысалы. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұндай сұрақ келген кезде айтты, сендер аманту биллахи деп айтыңдар деп айтты. Яғни Аллахқа иман келтірдік деп айтыңдар. Яғни бұл сұрақ расында өзі дұрыс емес сұрақ. Себебі оның алды артын несейді жоққа шығарады. Және пайғамбар Мұхаммад хафизаннауи айтады, ва би анна Руайфиа ибн Сабит татулу бихил хая. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Руайфиа ибн Сабит деген сахабаның өмірі ұзақ болады деп айтты. Және ол дәл солай болды. Ва би анна Аммар ибн Ясир тақтулуху алфиятул бағия. Және пайғамбар Мұхаммад Аммар ибн Ясирді залым топ адамдар өлтіреді деп айтты. Және де бұл расында пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтқандай болды. Аммар ибн Ясир Али радиаллаху анхунun әскерінде болады да, ал Муауияның әскеріндегі харижилер сол кезде сахабаны Аммар ибн Ясирді өлтіреді. Және де бұл жерден қандай біз пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кереметін көреміз? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтпады фиатун кафира демеді. Яғни кәпір тайпа, мұсылман емес тайпа сені өлтіреді деп айтпады, бағия деді. Яғни залым тайпа сені өлтіреді деп айтты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Яғни бұл хилафта дұрыс емес пікірде болған тайпа сені өлтіреді деп айтты. Және де бұлардың мұсылмандар екенін айтты. Және де Аммар ибн Ясир әдеттегі өлімде емес, соғыс барысында біреу оны өлтіреді деп айтты. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қалайша айтты? Дәл солай болды. Және де бұл хадистен тағы да Али, бұл хилафта, Муауия мен Алидің арасындағы хилафта Алидің
пікірі дұрыс болғандығына дәлел бар деп ғалымдар айтты. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұл үмбет көптеген тайпаларға бөлініп кетеді, көптеген секталарға бөлініп кетеді деп айтқан. Және де ол нәрсе болды ақиқатында. Қазір өзіміз көріп тұрғандай. Және де мұсылмандар арасында соғыс болатыны туралы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ол және болды. Сол кейбір ғалымдар айтады, исламның дамуына қарайтын болсақ, яғни ислам халифатының дамуына қарайтын болсақ, бұл мұсылмандар арасында соғыс болмайтын уақытта ислам діні қатты таралды. Исламға кірген мемлекеттер көбейді, адамдар көбейді. Ана батыстағы Андалустан бастап, шығыстағы Қытаймен бітіріп, ислам халифаты осылаймен созылды. Ол уақытта мұсылмандар арасында соғыс болмаған. Бірақ та пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінен алды деген, «Иза руфи'a сейфу фи хадил умма», деп айтады, «Лам янзил иля яумил қияма» деп айтады. Бұл үмбеттің бір-біріне қылыш көтерілуі басталса, қиямет күніне дейін тоқтамайды деп айтқан. Расында дәл солай болды. Али мен Усманның кезінде мұсылмандардың арасында фитна басталды ма, соғыс басталды ма, сол уақыттан бастап исламның дамуы да, ислам дағуатының дамуы да, исламның халифатының дамуы да тоқтады. Керісінше мұсылмандар бір-бірімен соғысып әлсірей берді. Усманның кезінде, сосын Али, ары қарай осы қиямет күніне дейін мұсылмандар бір-бірімен соғысатын болса, бір-бірімен алауыздықтар болатын болса, ешқашанда ислам дамымайды. Және де пайғамбар Мұхаммад хафиданна айтады, «Бианнаху сатахруджу нарун мин ардил Хиджаз». Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Хиджаз жерінен от шығады деп айтқан. Және де ол болды. Имам Қуртуби және де Хафидан Науи өзінің Муслим хадистер жинағына комментарийін берген кезде, яғни түсініктеме берген кезде, олар айтады, 654 жылы хижри жыл санақ бойынша 654 жылы Хиджазда, яғни Мединада, Хиджаз деген Медина Меккенің ортасы, сол Мединаға жақын жерде вулкан жарылады, яғни от шығады, шынымен де от шығады. Бұл яғни 3 күн жалғасады. 3 күн жалғасады. Соншалықты көп жерлер не істейді, жанады. Жанағында от, лава деп айтады, вулканның лавасы не сияқтағады? Өзен сияқтағады. Және бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай болды. Хафидан Науи арғалай айтады, «Уашбаху хадихи фавақаат куллуха кама ахбара саллаллаху алейхи ва саллама вадихатан джалия». Осындай және де мысалдар өте көп. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір нәрсе туралы айтса, бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай болғаны. وقال لثابت بن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا. Және пайғамбар Мұхаммад Сәбит ибн Қойс деген сахабаға алып айтты, сен мақтанышты өмір сүресінде ақыр соңында шахид болып қайтыс боласың деп айтты. Және де ол солай болды. Яғни өмір сүрген кезде айтады, фааша хамидан вастушхида бил ямама. Ямама соғысында шахид болып қайтыс болады, ал өмір барысында мақталып өмір сүрді деп Хафидан айтады. Уақала ли Усман тусибуху балва шадидатун. Пайғамбар Мұхаммад Усман ибн Аффанға алып айтты, сені бір қатты қиыншылықтар күтіп тұр деп айтты. Расында, егер қарайтын болсақ, Абу Бакр хилафасында Абу Бакрға ешкім қарсы шықпады. Умардың халифатында Умарға ешкім қарсы шықпады. Ал Усманның халифатында қиыншылықтардың түгел басталды. Усман расында бұған не сабырлық танытып, мұсылмандардың арасында жағдай барынша соғыс болмауына бүкіл себептер алды. وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا وإنه من أهل النار فقتل نفسه. Және де бір соғыс барысында бүкіл мұсылмандар бір кісіні көріп, оның қалайша соғысып жатқанын көріп, бұл кісі иншалла жаннатқа кіреді. Бұл жаннаттікілердікі. Және де бұл шахид болып өледі деп ойлаған. Және де өлген кезде де солай ойлаған, шынымен де. Бірақ пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ол кісі өлмей тұрып айтты, бұл тозаққа кіретін адам деп айтты. Сол кезде бір сахаба айтады, мен оны андыдым деп, соғыс барысында андыдым. Ол қалайша өлген екен, соғыс барысында көптеген жарақаттар алып, соны шыдай алмай өз-өзіне қол жұмсайды, сөйтіп өледі. Сол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям қалайша айтты, дәл солаймен бұл кісінің өлімі болды.
және де айтады Хафиз ан-Науи: "Ваджааху вабисату ибн Ма'бад яс'алуху анил бирри вал исм фақала джита тас'алу анил бирри вал исм". Яғни бір кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Вабиса ибн Ма'бад деген кісі келді. Қандай ниетпен? Күнәні не екенін және де жақсы ізгі амалды не екенін сұрайын деп сұрайын деген ниетпен келсе, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ол айтпай тұрып, сен мені осындай сұрақпен келе жатсың ба деп айтты. Ол: "Иә, мен осындай сұрақпен келе жатырмын" деген. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кереметтері осы. Және де айтады: "Уақала ли Алийин ва Зубайр вал Миқдад изхабу иля раудати хах фа инна биха ضعينة معها كتاب فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها" деп айтыр. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Али, Зубайр, Миқдадты бір жаңағы шпиондық қылған әйел туралы айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Айтады: "Сендер бұл хох деген бақшаға келсеңдер, сол жерде бір әйелді табасыңдар" дейді. Яғни немесе түйеге, немесе атқа мінген әйелді табасыңдар. Бұл әйелде хат бар. Меккенің мушриктеріне жіберіп жатқан хат бар. Жаңағындай біздің жобалармен, яғни мұсылмандардың жасайын деп жатқан жобалармен. Бұлар барады, шынымен Али, Зубайр, Миқдад сол кісіні табады, сол әйелді. Бұл әйелден хатты сұраса, ол жоқ менде деп айтады. Ақыр соңында бұл әйел бірақ өзінің хатын өрілген шашынан шығарып береді. وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر إنه سيعود فعاد. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама Абу Хурайра келіп, шайтан біздің қазынамыздан бір нәрсе ұрлап кетті деген кезде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам ертесі күні бұл саған қайттан келеді деп айтады. Және де расында бұл қайттан келді. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзінің әйелдерінен ал деп айтқан: "Атвалукунна ядан асрa'укунна лихақан би факана казалика". Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама әйелдеріне айтады: "Сендердің ең жомарттыларың менен кейін бірінші өлетіндерің" деп айтқан. Расында пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама әйелдерінің ішіндегі ең жомарттысы Зейнаб ибн Джахш болған, радиаллаху анха. Және де бұл кісі пайғамбар Мұхаммадтан саллаллаху алейхи ва саллама кейін ең бірінші қайтыс болған әйелі сол болды. Және де пайғамбар Мұхаммад Абдулла ибн Саламға нақыл деп айтқан: "Анта алал ислам хатта тамут", сен ислам дінінде қайтыс боласың деп айтқан кезде, шынымен де Абдулла ибн Салам ислам дінінде қайтыс болады. Бірақ расында Абдулла ибн Салам өзі не болған? Яхуди болған, яғни яхуди дінінде болған. Бірақ ақыр соңында пайғамбар Мұхаммадтан саллаллаху алейхи ва саллям ақиқатты қабылдап, ислам дінін қабылдап, сол ислам дінінде қайтыс болады, радиаллаху та'ала анху. Келесі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама кереметтерінен, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама біреулерге дұға қылған кезде, немесе дұға қылған кезде, сол дұғаның жауапты болғаны. Хафиз ан-Науи айтады: "Вада'a саллаллаху алейхи ва саллама ли анасин би ан яксура малуху ва валадуху ва ятула умруху. فكان كذلك عاش فوق 100 سنة ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره". Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама Анас деген қызметшісіне, сахабаға қандай дұға алған? Бұның мал мүлкісі көп болсын, балдары көп болсын, және де өмірі ұзақ болсын деп дұға қылған еді. Расында бұл солай болды. Анас радиаллаху анху 100 жылдан көп өмір сүрген. Және де одан бай ансар, яғни Мединадағы сахабалардан ішінде ең байы Анас болған, одан бай адам болмаған. Және де ол өзінің ұл балдарын көз тірісінде 120 баласын көмген. 120 баласын, туған балдарын көмген. Яғни бұл тек қана ұл балдары, және де тек қана көз тірісінде көмгендері. Бұның түгелі, және де бұл Хаджаж ибн Юсуфтың Мединаға басшы болып келмей тұрған кездегі оқиға. Және де бұның түгелі Сахих Бухарида келген деп Хафиз ан-Науи айтып тұр. Және бұл тарихи фактілер.
ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل فأعزه الله بعمر رضي الله عنه. және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама ислам, яғни мұсылмандар Меккеде қуғындалып жатқан кезде Аллах тағалаға қандай дұға қылады? Ей Аллах, исламды ұлы қыл, не Умар арқылы, не Абу Жахил арқылы деп айтқан. Аллах табарака ва таала исламды сол кезде Умар себебімен ұлы қылады. Яғни Умар ислам қабылдайды да, солаймен ислам діні өзінің күшін, қуатын алады Меккеде. Ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, шынымен де Умар ислам қабылдамай тұрып, бәріміз бір әлсіздік, бір төменшілікті сезетін едік. Бірақ Умар радиаллаху анху ислам қабылдағаннан кейін ислам діні мұсылмандар бір күш қуат алды деп айтады Ибн Масуд радиаллаху анху. Вадa'ala ala Suraqa ibn Malik فارتمتت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها فناداه بالأمان وسأله الدعاء له. يعني және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакрмен бірге хижра жасаған кезде оның артынан мүшриктер түсіп іздей бастайды. Сөйтіп Сурақа ибн Малик деген мүшрик кісі оларды тауып алады. Енді оларға келе жатса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оған қарсы дұға қылған кезде бұның жылқысы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға жақындаған кезде құлайды. Қайта мініп жүретін болса, қайтадан құлайды. Яғни жылқысы бармайды пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жағына. Сол кезде Сурақа ибн Малик бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дұғасы екенін түсініп, одан маған аман бер дейді. Яғни аман деген мені өлтірме дейді. Мен саған уәде беремін, бұл осы жерге келген адамдарға сен осы жерде жоқсың деп айтамын деп уәде береді де, расында сол уәдесін ұстайды. Сол уәдесінде тұрады. Өзінің бірақ мұсылман емес болғанымен осы уәдесін орындайды. Және де айтады: "Вада'a ли Алийин ан юзхиб Аллаху анху ал-харра вал-бард, фалам якун яджиду харран вала бардан." Хафизан-Науи айтады, пайғамбар Мұхаммад Али ибн Аби Талибқа дұға қылған кезде қандай дұға қылды? Бұл кісі ыстық пен суықты сезбесін деп. Және де ол солай болды деп айтыр, бірақ бұл хадис расында әлсіз хадис. Бұл хадис әлсіз хадис Ибн Маджада келеді, және де Ал-Бусири бұны даиф деп, әлсіз деп айтқан. وَدَعَا لِحُذَيْفَةَ لَيْلَةَ بَعْثِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِخَبَرِ الْأَحْزَابِ أَلَّا يَجِدَ بَرْدًا فَلَمْ يَجِدْهُ حَتَّى رَجَعَ. Яғни Ахзаб соғысында, яғни ор қазған соғыста, білетін шығарсыз, мұсылмандарды олар ор қазғаннан кейін жаңағыдай мүшриктер, Құрайштар, яһудтар және мұнафиқтар және басқа ру тайпаның арабтары 10 000 адам келеді. Мұсылмандар әйел бала шағамен қосқан кезде 3 000 адам болады. Бұлар ор қазады екі таудың ортасынан, 7 километрлік ор қазады. Орды не үшін қазады? Бұлар жаңағында үлкен әскер кіре алмау үшін Мединаға. Үлкен әскер кіре алмау үшін Мединаға. Расында бұл әскер кіре алмайды, және де бұл әскер мұсылмандарды бір ай осы жерде күтеді. Бір ай күтеді. Алла субханала тағала ең ақыр соңында бұларға жел жүреді, және де қатты суықтық жүреді. Мұздай жел жүреді. Сол кезде мұсылмандар да тоңады, соның арасында Хузайфа. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кім барып мүшриктердің не істеп жатқанын бізге байқап, бақылап, бізге хабарын кім айтып келеді деген кезде ешкім жауап бермейді суықтықтың кесірінен. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Хузайфаға тұр деп айтады. Және де оған дұға қылады: "Ей Аллах, бұл Хузайфа суықтықты сезбесін" деп. Расында Хузайфа айтады: "Мен жаңа ашық алаңға шыққан кезде суықтықты сезбей, жаңағындай мүшриктердің ахуалдарын бақылап, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға қайттан оралып айтып бердім" деп айтады. Бұл да пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам дұға жасап, дұғасының қабыл болуының бұл бір мысалдары. وَدَعَا لِبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يُفَقِّهَهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ فَكَانَ كَذَلِكَ. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Ибн Аббас өзінің яғни інісі, бөле інісі, соған дұға қылады: Аллах субхана ва тағала бұл кісіге дінге түсінік берсін деп. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл дұғаны қылды, және де бұл дұға Аллах қабыл етті. Және де Ибн Аббас бізге көптеген ілім қалдырып кеткен, яғни шарғи ілім, білім қалдырып кеткен.
ودعا على عتبة ابن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء. Yani Пайғамбар Мұхаммад Утба ибн Аби Лахаб деген кісіге қарсы дұға қылады. Аллах тағала бұл кісіге өзінің жыртқыш айуандарын жіберіп, сол жыртқыш айуан бұл кісіні құртсын деп дұға қылады. Неге? Расында бұл Утба емес, Хафидан-Науи Утба деп тұр, бірақ негізінде ол Утайба. Алдыңғы сабақта айтқандай, бұл Утба және Утайба Абу Лахабтың ұлдары. Және де бұлар ислам келмей тұрып, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Утбаға өзінің Руқайя қызын береді, ал Умму Кульсумды Утайба деген Абу Лахабтың ұлына күйеуге береді. Сөйтіп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам исламға шақыра бастаған кезде Абу Лахаб не істейді? Пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам қиыншылық тудыру үшін бұл екі баласына Пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам қыздарынан ажырасып, бұларды қайтарып жіберуге бұйырады, және де бұл екі баласы бұл бұйрықты орындайды. Солардың бірі Утайба, бірақ Утайба онымен қатар келіп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам мазақтайды. Мен деген сенің қызыңа мұқтажылығым жоқ, мен оны жақсы көрмеймін. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жағасына алып ұстайды, ұрсады. Сол кезде Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оған осындай дұға қылады: ей Аллах, ей Раббым, бұл кісіні сенің бір жыртқыш айуанын құртсын деп дұға қылады. Және де Утайба ибн Аби Лахаб шынымен Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болған кезде Зарқо деген Шам жерінде оған арыстан оған не істейді? Бұны құртады, арыстан. Yani бұл Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам дұға қылып қабыл болуының бір мысалдарынан. وَدَعَ بِنُزُولِ الْمَطَرِ حِينَ سَأَلُوهُ ذَلِكَ لِقُحُوطِ الْمَطَرِ وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ فَزَعٌ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَمُطِرُ إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى حَتَّى سَأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ بِرَفْعِهِ فَدَعَا فَارْتَفَعَ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ فِي الشَّمْسِ. Yani бір уақытта Мединада қатты ыстық басталады да, жаңағындай не болады? Су болмай қалады. Yani қатты құрғақшылық басталады Мединада. Сол кезде адамдар келіп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: сен бізге дұға қыл, Аллах субханала тағала бізге жаңбыр жіберсін деп. Сол кезде Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам минбарда тұрып, қолдарын көтеріп, Аллах тағаладан дұға сұраған кезде, жаңбырды сұраған кезде, дәл сол уақытта Анас радиаллаху анху айтады, дәл сол уақытта Мединада бұлттар келіп, сол уақыттан бастап бір апта бойы жаңбыр жауды. Соншалықты қатты жаңбыр дейді, біздердің жаңағындай үйлеріміз бата бастады, біздің малдарымыз өле бастады, егістіктеріміз де құртыла бастады. Сол кезде келесі жұмада келіп сахабалар Пайғамбар Мұхаммадтан саллаллаху алейхи уассалам Аллах бұл жаңбырды тоқтатсын деп сұраған кезде, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қайттан қолдарын көтеріп дұға қылған кезде бұл жаңбыр тоқтайды. Сахабалар айтады: біздер жұмадан шыққан кезде ашық аспан күннің астына шықтық деп айтады ридуануллахи алейхим және саллаллаху алейхи уассалам. وَدَعَا لِأَبِي طَلْحَةَ ولامرأته أم سليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما فكان كذلك فحملت فولدت عبد الله فكان من أولاده 9 كلهم علماء. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Абу Тольха мен Умму Салама деген оның әйеліне дұға қылады: қандай? Осы түні Аллах сізге береке берсін деп. Осы түні Аллах сізге береке берсін деп. Және де сол кезде Умму Салама көтеріп қалады да Абдулла деген баласын туады. Және де бұның балдары, Абу Тольха мен Умму Саламаның балдары 9 бала болады, түгелі ғалымдар болады. Және Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам дұғасы қабыл болған, бәрі берекелі балдар болған. وَدَعَا لِأُمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بالهداية فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت. Абу Хурайра радиаллаху анху анасы көпке дейін ислам қабылдамай жүреді. Және де сен немесе ислам қабылдайсың, немесе мен тамақ жемеймін, су ішпеймін, және де басымды жумаймын. Яғни бұл уақытта басын жумаған адамның шаштары биттеп кететін болған. Яғни мен осындай нәрсе жасаймын, сен ислам қабылдамасын деген кезде Абу Хурайраның жанына қатты тиеді ол. Және Абу Хурайра оны көре алмай анасына жаны ашып Пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам барып осыны айтады да, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаладан Абу Хурайраның анасы ислам қабылдасын деп дұға қылған кезде Абу Хурайра үйіне келсе, анасы ғұсыл алып ислам қабылдаған екен.
ғұсыл алып ислам қабылдаған екен. Вадали умми Қайс бинти Михсан ухти Уккаша битулил умр фала на'ламу имраатан умират ма умират. Және пайғамбар Мұхаммад Умму Қайс бинти Михсан, Уккаша деген сахабаның қарындасына дұға қылады, өмірі ұзын болсын деп. Хафизан Науи айтады, мен өмірі одан ұзынырақ әйелді танымаймын, ислам тарихында болмаған деп тұр Хафизан Науи. Орамал куффара яума Хунайнин биқабдатин мин тураб ва қала шахатил вужух фахазамахумуллаху та'ала ва мталаат а'юнухум тураба. Және ол муслимда келетін хадис. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Хунейн соғысында топырақты алып, мүшриктер жаққа лақтырады да, бұлардың көздері көрмей қалсын, бұлардың беттері жаңағындай жаман болсын деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам топырақты лақтырған кезде Аллах тағала бұлардың көздерін толығымен топырақпен толтырып, бұлар бұл соғыста жеңіліп қалады. وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам хижра жасар алдында бүкіл Құрайштардың тайпаларының рулары келісіп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды өлтірмекші болады. 100 адам жиналып, пайғамбар Мұхаммадты саллаллаху алейхи вассалама өзі бір есік, сол бір есіктің алдында андып тұрады. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама сол кезде шығады, және де бастарына топырақ лақтырып кетіп қалады. Олар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам байқамайды. Бұл да бір пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи вассалама кереметтерінен, және де осындай дәлелдерден кейін ақиқатында пайғамбарлықты жоққа шығару бұл бір ақылсыздықтың белгісі. Валлаху а'лам ва саллаллаху аля набийина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ва атбаихи ажмаин. Осымен бүгінгі сабақ бітті.